Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі пәні 99-шы сабақ сөйлеу әдебі тақырыбы. Бірінші жаттығу өлеңді тыңда. Құттықтаймын ана туған күніңмен. Нұрын төккен маған шуағымсың сен, айналайын ана қуанышыңмен. Шаттандырған мені жұбанышым сен, құттықтаймын сені туған күніңмен. Өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Балалар, өлеңді бәрін қосылып әндетіп айтыңдар. Ақын анасының туған күнінде тілегін өлеңмен білдірген. Сен де тілегіңді өлеңмен жеткізіп көр. Олай болса балалар, аналарымызды туған күнімен мына өлең жолдарымен құттықтауымызға болады. Құтты болсын жанана бүгін туған күніңіз. Әр күн сайын анашым жадыраңыз күліңіз. Жүзіңізде нұр ойнап, сіз бақытты болыңыз. Асыл анам жананам, толған айдай толыңыз. Қуанышын сыйласын, жаңа жасың анашым. Ғұмырыңыз ұзақ боп, аман жүрші анашым. Балалар, естерінде болсын, құттықтау өлеңмен де, қара сөзбен де айтыла береді. Екінші жаттығу анаңның немесе досыңның туған күніне құттықтау хат жазып көр. Үлгі: анашым, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Тілек білдіруші қызыңыз Дина. Олай болса балалар, үлгі бойынша досымызға хат жазып көрейік. Құрбым Аружан, сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Саған мықты денсаулық, шаттық пен бақыт тілеймін. Әр күнің қуанышпен, қызыққа толы болсын. Достығымыз мәңгілік болсын. Тілек білдіруші досың Жанар. Мінекей балалар, осы үлгілер бойынша аналарыңа немесе достарыңа сендер де хат жазып көрулеріңе болады. Үшінші жаттығу ашық хаттарды кімге жолдайтыныңды сәйкестендір. Мұнда балалар бірінші 8 наурыз деген ашық хат тұр. Мұны әжемізге жолдаймыз. Екінші туған күніңмен дейді. Бұны досымызға сыйлаймыз. Үшінші ұстаздар күнімен. Мұны балалар ұстазымызға сыйлаймыз. Төртінші анашым туған күніңізбен. Мұны әрине анамызға сыйлаймыз. Осылай балалар, мұнда берілген ашық хаттарды кімге жолдайтынымызды сәйкестендіреміз. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.